Дәмдері тез дайындалатын смузи коктейлі жасаймыз. Ол үшін бізге 2 штук банан, сүт, алма және хлопья қажет. Біз оны блендеріміздің ішіне 2 ас қасық хлопьямызды саламыз. Одан кейін оның үстіне сүтімізді қосып 2 минутқа бұқтырып, бетін жауып қойып қоямыз. Және де осы аралықта біздің алмамызды турасақ болады. Қабығын ашымасаңыздар да болады. Барлығы өз еркілеріңізде. Осы қабығын ашып, мен кубиктап турап алдым барлығын. Содан кейін әрине бананды да турап аламыз. Содан соң барлығын біздің жаңағы блендерімізге саламыз. Барлығын жақсылап салып болған соң блендерлейміз. 1 минут блендерлесеңіздер жетеді. Міне осылай тез әрі өте дәмді, пайдалы біздің смузи коктейлеріміз дайын болды. Рецептіне лайк басып тіркеліп кетіңіздер.